Мына жақтан айқайлап жатыр, Ерлан Көкеев, пусть деньги вернут дейді. Одан ниет болды, тапты. Кімдікі еді? Саған бәрі теңге керек емес қой, жақта итальянский ақша керек, зачем тебе? Оны ауыстырғанда да бәрі. Биылғы жыл, енді 2017 жыл біз көп қырынан танып жатырмыз, танымал жандарды. Биылғы жылы осы Болат Бауыржанұлында біз енді мәдениет басқармасы екен білетінбіз. Бірақ Токиода өткен джиу-джитсудан жүлделі 3-ші орынға ие болды. Қол соғып қошемет көрсіп қояқ, өзінің спорт жағынан қырынан көрсетіп жатыр. Джиу-джитсудан спортсмен екен көріп жатырмыз. Қонақта қуанып отырмыз. Қазір соңғы кездегі көптеген осы телеарналардың ішінде рейтингілік бағдарламалардың жүргізушісі, шапалақ қошеметтеріңіз кезінде Қазақстан ұлттық арнасында болды. Бүгін хабар арнасында болса да, сол рейтингін жоғалтқан жоқ. Қош келдің. Шапалақ қошеметтеріңіз Ләйла Сұлтанқызы, бір сөзбен айтқанда. Біздің жан досымыз, көңіл тапқырлардан КТА ойынның тұрақты қазір алқасының мүшесі Болат Бауыржанұлы. Все, звезда, жұлдыз. Жан Муканов. Продюсер, таланты. Қуаныш Сүлейменов, шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар, біздің осы Әзіл әлемі КТА ойындарының жалпы продюсері, Қазақстан ұлттық арнасында Қуаныш мырза, сізге де көп рахмет. Ерлан Көкеев, шапалақ қошеметтеріңіз, құрметті достар, ерекше стилі бар. Ерлан Көкеев, АБК тобынан білетін едік, Ерлан ағамызды неше түрлі прическасын істеп, өзі прическасын істеп, шашта қалмай қалған екен. Но өнеріңіз кетпесін әрқашан. Ерлан Көкеев, қол соғып қошемет көрсіп қояйық. Қайрат Байкенов, құрметті достар, әнші композитор Қайрат Байкенов. Как всегда, өзінің керемет костюмдерімен. Біз қай жерден алып атсың, даже не знаем бар ғой, сен таппай жүрміз бүкіл. То көбелек костюм, то бұқаның бірдеңесі, то жаңағыдай слоненки, то бегемотики. Бүгін әйтеуір бәрін үйге тұстағансың ау деймін, белый просто. Рахмет, Қайрат, жақында концертін берді, құттықтаймыз. Өте керемет жоғарғы деңгейде өтті. Жалпы жаңа жыл енді бұл көбінен де кішкентай балдардың мерекесі деп жатамыз ғой, бірақ енді 2017 мен қоштасып 2018-ге қадам басқалы жатырмыз. Енді жаңа жыл қазіргі балдарға Аллаға шүкір керемет заман. Қазіргі балдар тіпті ерекше, байқап отырсаңыздар. Бұрынғы біздің кезіміздегі заман секілді емес. Біздің кезімізде балалық кезінде жаңа жылды бір басқаша тойлайтын еді, қазір ерекше тойлайды. Өйткені қазіргі балдар біз секілді емес бір ғой, байқайсыздар ма? Қазір индивидуальный әрқайсысы. Қазіргі балдарда мынандай түсінік жоқ. Мен үйдің 4-шісімін, 5-шісімін деген бар ғой. Бүкіл бала үйдің үлкені сияқты қазір. Бүкіл бала кәмпір шал мен кемпірдің баласы сияқты сезінеді өздерін бір ғой. Бұрын бізде кәдімгі 4-ші, 5-ші балдар спокойно үндемей жүре беретін еді. Үлкендерден қалған киімді киіп әйтеуір. Соны үлкен киіп жүрген киімді ол наоборот сол жаны ашып жүретін еді. Жыртып тастамаса жақсы болатын еді, маған жетсе екен аман есен деп жаңа. Тесіп тастамаса жақсы. Қазіргі балдар жоқ, бірінен қалған бір киімді кимейді қазір. Қазіргі балдар басқаша шыны керек. Қазір мысалы үшін мынандай жаңа жылдық бір мерекелік кештер болып жатса, байқап отырсаңыздар, бұрын біздердің жаңа жылдағы киімді айтсаңыздаршы. Ойбай-ой, не киімдер деймді. Кілең әйтеуір жануар еді ғой, маймыл, қоян, бір арыстан, жылқы, роботтың киімін айтсаңдаршы, 3 коробканы тауып алып киіп алатынбыз жаңа. Басыңа бір кішкентай коробка, үстіңе үлкен коробка, соны тесіп алып, төбеңе 2 сым қойып қойып, сонымен жаңа жылға барып тұрасыз, мәз болып жаңағыдай бір новогодний. Сосын қазір бұрын подарканың өзі де жасаған кезде жаңа жылда естеріңізде болса, 2 бет қағаз ғой. Ол подарканы өзің істеп алып барасың. Түнімен отырып 2 жағын тігесің кәдімгідей. Сыртына новым көдінде жазып апайға барып бересің, апай ішіне 2 кәмпит салып береді, үйде оны папаң мамаң әкеліп берген. Қазіргі балдар ерекше. Мен сіздерге айтайын, қазіргі балдардың киінуі ерекше. Қазіргі балдарда вкус бар. Қазір мынамен мынаны киюге болмайды деп саған бетің айтқанда ұялып қаласың кәдімгі бар ғой. Расымен сондай. Қазіргі балдар, мен сіздерге айтайын, қазір кішкентай балдардың туған күнін істесек деп бітіп бар ғой. Бір шаршап кетесің бар ғой, құдалық істегенмен бірдей боласың. Қазіргі балдар кәм үйдің ішінде бір аниматорлар шақырасын, кәм дастарханын жаясын. Ана аниматорлар келіп, байғұс үлкен жігіттер мен қыздар ғой енді. Ана балдармен жұмыс істеу оңай ма? Біреу Маша Медведтің киімін киіп алған, біреу Феяның киімін киіп алған. Біздің балдардың түрін қарасаң бар ғой. Не нравится мне деп. Маған робот керек. Кәм аниматорлар алдарында жүреді. Давайте, дети, все вместе хором кричим. Давайте, ва! деп атады. Біздің кезімізде аниматор дегенді білмейтін едік бар ғой. Біз баяғыда баратынбыз, біздерде туған күн болатын. Біздің туған күндегі подарканы айтсайшы, бір кітап ортасында гүл қыстырып береді, бітті соған мәз болып жүре бересің. Біздің кезімізде аниматорлар бір тойға барасың ғой. Вай, қазіргі балдар тойға барсаң, кәм бір столға отырысып қояды. Балдар тос айтады кәдімгі бар ғой. Үлкен адамдар секілді кәдімгі. Өу деп қойып тұрасың қасына, тілегін тыңдап тұрасың. Бұрын біздер
тойға келгенде біз бармыз ба, жоқпыз ба, жүрміз ба әйтеуір. Ол тамақ ішіп жатыр ма мына бала? Әйтеуір иттен қалған бірдеңені жеп жүре беретін бе? Сол тойда бар ғой. Колонканың қасында ұйықтап қаласың, таңда бір оятып алып кетеді. Күнмен бірге тұрасың, өзіңмен өзің жүресің. Не істеп жатқанын білмейсің енді сондай. Сонда бізге аниматорлар жоқ. Ол уақыттың аниматорлары тойда 4 достан кейін өздері шығады. Таза аниматорлар ғой жаңағы деп деп жаңағы ананы қуасын, артынан бір тебесін, жүгіресін, ол сені қуады деп жаңағы. Расымен қазіргі балдар сіздерге айтайын бір ерекше. Сондықтан да бүгінгі осы жаңа жылдық мереке, қазіргі балдар Аллаға шүкір. Осындай мерекеден мерекеге аман есен жетсін. Барлық осы бүлдіршіндеріміз аман болсын дегенде отыр. Жаңа жыл жалпы енді біз мысалы қазіргі таңда рухани жаңғыру деген өте бір керемет саясат қазір елімізде жүріп жатыр. Қазір мен кей кезде ойлаймын, осы біз қазақ өзі қандай халықпыз деп мен кей кезде ойлаймын. Бізге мынандай стереотиптерді алып тастау керек секілді бар ғой. Уже тәуелсіздік алғанымызға 25 жыл болды, 26 жылға кетті. Елбасымыз айтқандай 25 жылға дейін даму, 25 жылдан ары қарай жаңғыру деп жатырмыз. Жаңғыру үшін не істеу керек? Бізге мынандай стереотиптерді алып тастау керек. Қазақи стереотиптер. Мынандай бір әңгімелер бар бізде. Қалай айтсам екен? Қазақбайский деген. Не сөз деймін да қазақбайский деген. Бірдеңе істесең болды, қазақбайский болып кеткен дейміз де. Что-то қазақбайский деп өзіміз үшін өзіміз айтамыз, басқұрт айтпайды. Қазақбайский дейміз де. Сосын жаңағыда кішкене кешік келіп жатсақ, кешікпесе қазақ боламыз ба деген сондай стереотиптер бар. Ұйықтап жатса жаңа ұйықтамасақ қазақ боламыз ба деген стереотиптер алып тастау керек секілді менің ойымша. Қазақбайский деген сөзді тек біз ғана айтамыз. Басқа ұлтта жоқ, андай өзбекбайский, қырғызбайский деген жаңағы. Бір орысбайский деген естімейсіз ғой, тек қана бізде осы қазақбайский деген бар бізде. Сосын қазақ өзі қандай халық мен түсінбеймін бар ғой. Біреу кәдімгі бар ғой, үйінің айналасын сықайтып тұрып, үй салып, айналасын тазалап, сықайтып, өзімен өзі күшті болып, пунктуальный болып жүрсе, біз айтамыз, ол неміс дейміз. Біреу бақшада жүріп, егін егіп, керемет неғып жатса, ойбай, ол кәріс қой дейміз. Біреу банкі жауып, қысқа дайындалып жатса, орыс құсап нағып, қысқа дайындалып тұрсын. Ерте қыс шақырып деп. Біреу бала шағасымен көшеде кетсе, сіган құсап қайда кетсіздер дейді ғой. Тіпті бала шағамен де көшеге жүруге болмайды ғой, бізге бар ғой. Сонда қазақ қандай болу керек? Айналасы ашық, шашық, тазаланбаған, түскеден ұйықтап, деп жататын қазақ болу керек пе деймін. Керісінше, міне біз қазақпыз ғой деп мақтанатын заманға жетейік. Міне осындай ұл қыздарымыз бар міне. Осындай міне азаматтар келіп отыр. Біз қазақпыз дейтіндей болу керек. Бір нәрсе істесе қазақпыз ғой дейді. Оданша өзге ұлт өкілі айтсын. Қазақ секілді молодец, дамып баратсың ғой деген секілді. Нағып болмайды. Болады ғой мысалы. Өйткені қазір біз неге қазақ десе күлеміз. Мен көбіне осы қазақ туралы әзіл айтсам, біз күлеміз кәдімгі. Біз қазақтар бірдеңеміз ғой десе, біз бәріміз деп күліп отырамыз. От души күліп отырамыз, рахаттанып отырамыз. Ақал осы жерде біреудің ұру туралы айтайыншы. Наймандар осындай орнынан аттады. Нең бар найманда деп. Анжедан арғындар осындай кезінде бүйткіз. Арғында нең бар деп. Анжедан 4-3 балконнан секіретін шығар даже бар ғой. Қазақ туралы айтсақ күлеміз. Біз мына ұрулық деңгейде тұрмыз. Ұлттық деңгейге шығуымыз керек даму үшін. Қазақ десек, нең бар қазақта деп тұратын заманға жету керек. Қазақ ұруды кезінде не үшін пайдаланған? Ұруды енді ол кезде облыс, район, ауыл деген болмаған, үлкен ұру, оның ішінде кім, сол секілді қай облыс, қай аудан, қай ауыл деген секілді пайдаланған. Сосын екіншісі ол не үшін? Жаңағы бір соғыс бірден келіп қалғанда тез жинап алу үшін, бастарын қосу үшін бірден. Енді әр адамға жеке-жеке айтпайды ғой мысалы. Екіншісі жаңағыдай қыз бергенде, келін түсірген кезде бір ағайынды болып қалмасын деген басқа уақытта бөлінбеген. Бізде қазір ұруды тек бір нәрсеге пайдаланамыз ғой жаңағыдай. Жұмысқа кіріп кету үшін, прыжок үшін деген секілді жаңағыдай. Кейбіреулер тіпті ұруын өзгертіп алып жүретіндер бар, жаңағыдай ары қарай жұмысты өсу үшін жаңағы. Әбден потологына жеткеннен кейін на самом деле мен мындай ұру едім деп отыратындығы. Сондықтан да ұруды ол жағынан емес, ұруды осындай бір өзінің керегінде, басқа уақытта қазақпыз деп жүретін заманға жетейікші ағайындар. Біз қазақпыз деп кәдімгідей.